Баршаға сәлем. Бүгін сіздермен балалық шақтың бал дәмі болған пряники дайындаймыз. Құрақ ыдысқа аз ғана мөлшерде ұн, шекер, шым-шым тұзды салып, біркелкі қылып араластырып аламыз. Үстінен ыстық сүтті құйып, іртігі жазылғанша жақсылап араластырамыз. Бұның үстінен және сұйық майды құямыз. Сұйық майды құйып болған соң және біркелкі қылып араластырып алып болғаннан кейін жұмыртқаның 2 сары уызын бір жұмыртқаны салып, бір келкі қылып және араластырамыз. Үстінен ұнды, аз ғана мөлшерде разрыхлитель және ұнды салып, жақсылап араластырып, жұмсақ қылып қамыр илеп аламыз. Иленген қамырымызды 5 минутқа иір қанғанша қалдырамыз. Осы аралықта пешті 180 градуста қыздырып қойыңыздар. Қамырды алып, қатты қалың емес, қатты жұқа емес, осындай қалыпта кесіп аламыз. Кесілген қамырымызды тапаға қойып, жақсылап пісіріп аламыз. Пісіп болғанша глазур дайындайық. Оған 2 жұмыртқа, сахарный пудра керек. Екеуін жақсылап көпіртіп, миксерлеп аламыз. Көпірілген глазурды алып, жақсылап пряниктерді малып аламыз. Маған осылай малған ұнайды. Осылай ыңғайлы. Сіздер өз қалауларыңыз бойынша жасаңыздар.